Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз теңдеу, теңдеудің түбірі, теңдеуді шешу деген екінші сабаққа арналған. Енді сіздер мына жерден мәтінді теңдеудің есептерді теңдеу құрып шығару алгоритмімен танысып шығыңыздар. Және осында келтірілген мысалдармен танысып шығыңыздар. Міне қараңыздар, алдарыңызда мысал келтірген. Ыдыста бірнеше кәмпит болды, балалар 12 кәмпит жеді. Ал анасы тағы 15 кәмпит салды. Сонда ыдыста барлығы 35 кәмпит болды. Ыдыста бастапқыда қанша кәмпит болған дейді, енді ол үшін не істейді? Бірнеше кәмпит болды және 12 кәмпитін жеді деген сөз, ол алады деген сөз, азайтамыз деген сөз. Барлығы x дегеніміз ол ыдыстағы бірнеше кәмпит дегеніміз. Сонда x минус 12 болады. Қосылған тағы 12 кәмпит салды болса қосу болып кетеді. Сонда 15 кәмпит болады. Сонда барлығы бізде 35 кәмпит шығып тұр. Енді қараңыздар, мына жерде плюстан басып тұр. Біздер негізгі мақсатымыз ол x-ті табуымыз қажет. Сондықтан қараңыздар, бірінші жақшаның ішіне орнамай тұрып, мына жерде теңдеуде бірінші мына бос сан мен мына бос санды екеуін біріктіреміз. Қараңыздар, мына плюс болғандықтан ол теңдіктің екінші жағына шыққан кезде қарама-қарсы ауысады, сонда минус болады. Плюс минусқа ауысады, минус плюсқа ауысады. Біздің жағдайымызда мына жерде плюс болып тұр, сондықтан ол минусқа ауысады. Міне, ауысты. Сонда қараңыз, x минус 12 жақшақ керек емес. Тең болады 35 минус 15. Енді қараңыз, x минус 12-дің сол күйін жазып қоямыз. Сосын 35-тен 15 сайысқан кезде ол 20 болады. Әрі қаратай, x тең болады 20 плюс 12 дейді. Минус 12-міз уже ол теңдіктің екінші жағына шыққандықтан ол плюс болып кетеді. Сонда 20-ға 12 қосамыз, ол x тең болады 32 дейді. Яғни біздің бастапқыда болған кәмпитіміздің саны 32 болып тұр екен. Біз 32-ден 12-ні азайтып тастадық. Сосын 15 кәмпит қосқан кезде барлығы қайтадан 35 болды. Енді дәл осындай екінші мысалдар келтірілген. Сіздер өздеріңіз түсініп оқуларыңызға болады. Дәл солай мұндағыдай теңдеу шеш десе, біздер x-тің мәнін табамыз. Енді ары қарай кеттік. Біздер есептер шығаруға берілген. 9 есеп бар. Сіздердің көз алдарыңызда міне. Сол 9 есептің мен бірнешеуін тоқтап кетейін. Мысал ретінде түсіндіріп кетейін. Мысал үшінші есепті қарайық. Тігін салонында дейді, 80 метр мата болды дейді. Одан бірнеше көйлек тігілді. Сондай-ақ балалар костюмдерінің 18 метр мата жұмсалды дейді. Содан кейін 25 метр мата қалды. Көйлекке неше метр мата кетті дейді. Есепті теңдеу құрып шығар дейді. Енді қараңыздар. Біздер көйлекке неше метр мата кеткенін табу үшін біз теңдеу құрып. Так, былай етек алдымен. Бірінші барлығы бізде 80 метр мата болды. Бос орынға жазайын. Барлығы 80 метр мата болды. Оның 25 метр матасын ешқандай көйлекте костюмде тіккен жоқпыз. Ол қалған астады қалдық. Ары қаратай, 18 метр матасына біз костюм тіктік. Және бірнеше метр матаға біз көйлек тіктік. Сонда біздің теңдеу мынандай болды. Қараңыздар, бірнеше метр көйлек бар, және 18 метр костюм бар, және қалдық 25 метр матамыз бар. Сонда барлығы 80 метр мата болды. Енді біз теңдеу шешу деген сөз, ол x-тің мәнін табу деген сөз, яғни қайталап айтамын. Сонда қараңыздар, x согын жазып қоямын, 18-ге 25 қосам, ол 43 болады, тең болады 80 болады. Ары қаратай, x тең болады деймін. Мына жерде енді плюс 43 еді, ол қарама-қарсы ауысады, минус болады. 80 минус 43 болады. Сонда қараңыздар, x тең болады, 80-нен 43 айтқан кезде ол 37 болады. Жауабы сонда 37 метр мата. Яғни ол көйлек тігуге жұмсалған мата деген сөз. Түсінікті ма? Ары қаратай. Так, мына жерде. Арада кеттік. Енді алтыншы есепті көрейік. Мысалы мынандай теңдеу берілген. Мынандай теңдеу беріліп қойған. 84 минус 23 плюс а тең болады 33 плюс x дейді. Теңдеудің түбірі 12 болатындай аның мәнін тап дейді. Яғни теңдеудің түбірі 12 болатын деген сөз, ол
Біздегі мына x-тің мәні ол 12-ге тең деген сөз. X-тің мәні 12-ге тең болған кезде a-ның мәні нешеге тең болады? Соны табу керекпіз, иә? Ол үшін не істейміз? Алдымен бірінші біз белгілеген теңдеуге көшіріп жазуға тырысамыз, және қараңыздар. Мына жерде 84 минус дейміз, жақша ішінде 23 қосылған a тең болады 33 қосылған x-іміз біздің неге тең дейді? Теңдеудің түбірі деген сөз ол x-е 12-ге тең дейді. 12. Сонда қараңыз, 84 жақшаның алдында минустан болса, жақшаның ішіндегі барлығы бізде қарама-астаңға ауысады. Мына жерде плюс тұр, ол сіздерге жазылмайды. Сондықтан плюс пен минус ол минус болып кетеді. Минус 23 минус a тең болады 33-ке 12 қосам, ол 45 болады. Так, 84-тен 23-ті айтқан кезде ол 61 болады, минус a ол тең болады 45-ке. Қарағатай, қараңыздар. Мына 45 теңдіктің екінші жағына көшіріп жіберейік. a-ны теңдіктің екінші жағына көшірейік. Яғни a-ны теңдіктің оң жағына, 45-ті теңдіктің сол жағына көшірейік. Сонда қараңыздар. 61 сол күйінде жазылады. 45 плюс теңдіктің екінші жағына барған кезде ол минус болады. Минус 45 болады. Тең болады. Минус a ол теңдіктің екінші жағына барған кезде плюс a болады. Яғни a-ның өзіне тең болады. Сонда 61-ден 45 айтқан кезде ол 16 болады. 16 тең болады a-ға болады. Сонда жауап бізде a тең болады 16-ға деген сөз. Жақсы. Олай болса, үшінші теңдеу шығарайық. Үшінші мысалды келтірейік. Үшінші мысалы мен мына 9-шы есепті алып тұр. Яғни күрделі болады деп ойлап тұрмын. Мен a деңгейі, b деңгейі, c деңгейіне 3 есеп қарастырып отырмын. Енді қараңыздар. Саяхатшылар 4 күнде 102 км жол жүрді және әр күн сайын алдыңғысынан 3 км артық жол жүрді дейді. Саяхатшылар соңғы күні неше километр жол жүрді дейді. Есепті теңдеу құрып шығар дейді. Жақсы. Енді есеп теңдеу құрайық. Қараңыздар. Саяхатшылар барлығы 4 күн жол жүреді. Бірінші күн жол жүреді, екінші күн жол жүреді, үшінші күн жол жүреді және төртінші күн жол жүреді. Бірінші күні олар белгісіз километр жол жүреді. Екінші күні оған қараған кезде 3 километр артық жүреді. Яғни x плюс 3 километр жүреді. Үшінші күні ол тағы да екінші күнге қарағанда 3 километр артық жүреді. Сонда x плюс 3 қосылған 3 болатын болса, онда x плюс 6 болады. Келесі, төртінші күні ол x плюс 6 еді, 9 болады. Сонда 4 күннің мәні бар бізде. Енді осылардың барлығын қосыңыздар, барлығы неше километр дейді? Ол 102 километр дейді. 4 күнде 102 километр жол жүрген. Сонда қараңыздар, теңдеуіміз былай болады. x қосылған 3 қосылған x қосылған 6 қосылған x қосылған 9 тең болады, барлығы 102 дейді. Енді қараңыздар, неше әріп бар, соның біріктірейік. Мына жерде кілең бізде x-тер бар, x-тері біріктіреміз. 1x, 2x, 3x, 4x бар. 4x бар. Қосу 3 бар, 6 бар, 9 бар. Үшеуінің қосындысы бізде ол 3-ке 6, 9 бар, 9-ға 9, 18 болады. 18 тең болады, ол барлығы 102 болып тұр. Сонда 4x жазып қоямыз сол күйінде, ал плюс 18-ді мына жаққа көшіреміз. Сонда тең болады 102 минус 18 болады. Сонда 4x тең болып тұр. 102 минус 18 дегеніміз нешеге тең болады балдар? 84 болады. 84. Сонда x тең болып тұр. 84 қараңыздар. Мына жерде айтып жіберейін. 4x-іміз 84 болатын болса, яғни 4 алма 84 теңге тұратын болса, 1 алма қанша теңгеге тұрады деген x тауып керекпіз. Ол үшін 84-ті 4-ке бөлеміз. Қарам, мына жерде көбейту еді, көбейту жазылмайды бізде. Ал ол мына жаққа барған кезде сонда қараңыздар. X тең болады 84 бөлінген 4 болады. Сонда x тең болады бізде 84-ті 4-ке бөлгенде ол 21 болады. Так. Оқушылар, сіздерге тасым түсінікті деп ойлаймын. Қалған есептерді сіздер осылай шығарасыздар.